Баршаларыңызға сәлем, менің құрметті оқырмандарым. Қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге құмырсқадан құтылатын ең оңай жолды көрсетемін. Менің каналымдағы подписаться батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар. Құмырсқалар өсімдік беттері бөлетін тәтті шырынды қорек етеді. Сол арқылы өсімдік ауруларын адамға жұқтырады. Құмырсқалар вирустарды, бактерияларды, құрттардың жұмыртқаларын адам денесіне тасымалдайды. Құмырсқалардың активті қаруланған, құмырсқа шаққанда ауыртады, шаққан орны қызарып, іседі. Егер бірнеше рет шақса, адам денесінде аллергия туындауы ықтимал. Шаққан жеріндегі шаншарын алып тастап, сол сәтте орнын дезинфекциялық ерітіндімен сүрту керек. Құмырсқалар әртүрлі инфекциялық аурулардың қоздырғыштарын, парасүзек, күл, туберкулез құрттардың жұмыртқаларын таратушылар болып табылады. Сондықтан үйде құмырсқа пайда болса, оларға қарсы дұрыс дезинфекциялау жұмыстарын жүргізу қажет. Егер үйлеріңізде құмырсқа пайда болатын болса, осы әдісті жасап көріңіздер. 250 мл суға бір кішкентай қасық ас тұзын саламыз. Және де оған перекис водороды құямыз. Одан 50 мл жеткілікті. Яғни осындай кішкене стақаннан бір стақан құясыз. Яғни перекис водороды дегеніміз сутегі асқын тотығы, ол дәріханаларда сатылады. Бағасы да қолжетімді, арзан тұрады. Енді бұл жаңағы қоспамызды осындай сәл үлкенірек ыдысқа құйып аламыз, бізге ыңғайлы болу үшін. Және де губкамызды батырып, құмырсқа жүрген жерлерді сүртеміз. Қай жерлерден құмырсқа шықты, қай жерден көрдіңіз, сол жердің барлығын осылай сүртіп шығасыз. Егерде ұяларын көріп қалсаңыз, ол жерлерге жаңағы қоспамыздан шприцпен құйып жерсеңіздер болады. Құмырсқадан құтыла алмай жүрсеңіз, осы әдісті жасап көріңіз, жақсы көмегі тиеді. Ал достар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақыттарда пайдалы кеңестер, неше түрлі маскалар, жақсы қызықты видеолар түсіретін боламын. Және де менің каналыма кіріп, ішіндегі қызықты видеоларды көріп шығыңыздар. Ішінде пайдалы кеңестер, және де оңай рецепттер, неше түрлі маскалар бар. Кіріп көріңіздер.